Әлемдегі ең бақытты халық саналатын, экономикасы тұрақты әрі дамыған елдердің көшін бастап тұрған Финляндия бұл жетістікке қалай жетті? Халықтың саны бойынша Финляндия 115-ші орында, ауданы бойынша 64-ші орында. Финляндия халқы әлем халқының небәрі 0,07%-ын құрайды. Бірақ шағын мемлекет те әлемнің шыңына жетуге ұмтыла алады. Финляндия мұны жасады. Жетістіктерді халықаралық салыстыруда Финляндия басқа солтүстік елдермен бірге 7-ші орын алады. Халықаралық зерттеулер Финляндияның әлемдегі ең тұрақты және қауіпсіз ел екенін көрсетеді. Бұл елде әлемде ең жақсы үкімет және тәуелсіз сот бар. Финляндия әлемдегі ең бақытты 5-ші ел және теңдік бойынша 2-ші орын. Финляндияның жетістігінің сыры фин қоғамның ортақ әл-ауқатқа жетуге деген сенімінде. Күтпеген бірдеңе болғанда, қоғам күйзеліске ұшырағанда, ол ұйымдаса бастайды. Фин елі азаматтық қоғамы мықты ел. Бұл дамуға жетелеген құралдарының бірі. Бүгінгі таңда Финляндия 70-80 мыңға жуық әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар бар. Олар ел халқының 80%-на дейін құрайды. Финляндиядағы алғашқы үкіметтік емес ұйымдар бүкіл Ресейде ұқсас процестермен бір мезгілде 19 ғасырда пайда бола бастады. Бірақ, егер бұрынғы мегаполисте кеңес өкіметі орнағаннан кейін анықтама бойынша биліктен тәуелсіз қоғам құру мүмкін болмаса, Финляндияда мемлекет үкіметтік емес ұйымдар жүйесінің дамуына кедергі емес, керісінше өз үлесін қосты. Соның нәтижесінде адамдар қоғамға әсер етіп, өзгерте алатынын ұғынды. Ең алдымен жергілікті мәселелерді шешу үшін бірлескен іс-әрекет тәжірибесі дамып, төменнен көптеген азаматтық бірлестіктерден мемлекеттік органдардың саяси күн тәртібі қалыптастырылды. Дәл үкіметтік емес ұйымдар арқылы халық ел басқаруға тікелей атсалысты және атсалысуда. Ұлттық инновациялық жүйенің жаңа концепциясын өз саясатының негізгі элементі ретінде қабылдаған әлемдегі бірінші мемлекет Финляндия болды, және бүгінгі күні оны жүзеге асырудың эталондық мысалы ретінде қарастыруға болады. Финляндияның тәжірибесі материалдық ресурстар бір елдің дамуының экономикалық және технологиялық көрсеткіштеріне ішінара ғана әсер ететінін өте сенімді көрсетеді. Индустриалды және постиндустриалды дамудың заманауи жағдайында интеллектуалдық әлеует маңызды рөл атқарады. Білім беру, ғылыми зерттеу, сонымен қатар сөздің кең мағынасына құзыреттілік, материалдық және интеллектуалдық капиталмен қатар елдің экономикалық және технологиялық көрсеткіштері де тарихи, мәдени және әлеуметтік факторларға байланысты. Финляндия феномені Қазақстан үшін тек осы елдің жетістігімен ғана қызықты әлі пайдалы емес. Бірегей фин тәжірибесіне қызығушылықты арттыратын бірқатар басқа жағдайлар бар. Біріншіден, Финляндия соңғы ширек ғасырға жуық уақыт ішінде постиндустриалды секіріс жасады. Экономикалық даму деңгейі орташа, өнеркәсіп құрылымы айтарлықтай үлес салмаған ауыр өнеркәсіп пен шикізат өнеркәсіп алып жатқан бұл ел тарихи қысқа мерзімде экономиканың жаңа секторларын дамытудағы әлемдік көшбасшылардың біріне айналды. Екіншіден, Финляндия экономикасында шикізаттық кешен басым болған ел бола отырып, серпінді стратегияны жүзеге асырды. Бұл қазіргі қазақстандық проблемалар тұрғысынан өте маңызды. Әлі күнге дейін қалыптасқан пікірге қарамастан, табиғи ресурстардың көптігі және экономиканың шикізаттық бағыттылығы экономикалық өсуге елеулі кедергілер болып табылатыны ғылыми дәлелденген. Үшіншіден, фин тәжірибесі нақты серпілістің әрқашан болжау мүмкін еместігін, яғни құрылымдық басымдықтарды не әкімшілік, не саяси тұрғыдан тағайындау мүмкін емес екенін анық көрсетеді. Олар тек бәсекелестік нәтижесінде және олардың дамуының ең тиімді және перспективалы жолдарын компаниялардың өздері іздестіру нәтижесінде анықталады. Мұндай дамудың классикалық мысалы әйгілі Nokia. Осындай бастапқы жағдайларда Финляндия заманауи бәсекеге қабілетті экономиканы құру қалай мүмкін болды? Әлемнің көптеген елдерінде ақпараттық технологиялар ұлттық экономиканың негізгі саласы болып табылады. Бұл сектор шын мәнінде бүкіл Финляндия экономикасының қозғалтқышы болып табылады. Дегенмен, үкімет барлық саланың дамуына мүдделі. Мақсат
халықаралық инвесторлардың шешімдеріне әсер етуден сақ бола отырып, әрбір секторда әлемдік деңгейдегі бизнес ортаны қамтамасыз ету. Финдер экономиканың ең жақсы драйверлері бәсекеге қабілетті және әділ нарықтар деп дұрыс санайды. Финдік бәсекелестікті ынталандыру саясаты IT нарығындағы ең үлкен дамуға келді. Бұл елдегі жоғарғы технологиялардың революциялық әсерін барлық деңгейдегі ірі, орта, шағын кәсіпорындар сезінеді. Олар жаңа технологияларды пайдалану өнімділікті арттыруға әкелетініне және әрине IT секторының дамуына көбірек инвестиция салатынына сенімді. Бұл нарықта сұраныс пен ұсыныс қатар жүреді. Бұл Финляндиядағы IT секторының дамуының негізгі нүктесі болып көрінеді. Жоғарыда аталған 10 жылдықта Финляндиядағы өнеркәсіптік саясат кластерлік даму принципіне негізделді. Бұл жүйеде осал тұстар болмағанын білдіреді. Барлық салаларда бәсекелестік орнады. Бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізу үшін Финляндияның телекоммуникациялық компаниялары ешқандай әкімшілік ресурсты пайдалана алмады. Сондықтан олар бұған жаңа технологияларды енгізу арқылы қол жеткізді. Бұл жерде үкіметтің рөлі либералдық саясатты жүзеге асыру болды. Бастапқы кезеңде бұл жоғарғы технологиялар импортына ашықтық саясаты жүрді. Финдер ешқашан жергілікті компанияларды дамыту үшін протекционистік шараларды қолдануға тырысқан емес. Нәтижесінде оларда жергілікті және шетелдік компаниялар бәсекелесетін нарық пайда болды. Сарапшылардың пікірінше, Фин телекоммуникация нарығын дамытудың негізгі нүктесі шетелдіктермен бәсекелестік болып табылады. Экономикалық саясаттың тағы бір негізгі факторы инновациялық жүйе. Финляндия инновация саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі ретінде танылды. Мысалы, дүниежүзілік экономикалық форум Финляндиядағы инновациялық жүйенің сапасын ерекше атап өтеді. Қазақстан үшін өте өзекті болып отырған экономиканы әртараптандыру мәселесін Финляндия 10 жылда шешті. Оны Финляндия үкіметі ерекше мақтан тұтады. 2004-2016 жылдар ішінде жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде инновациялар бойынша Финляндия тұрақты түрде әлемнің 138 елі арасында жетекші үштіктің қатарында болды. Көбінесе жетекші орынға ие болды. Финляндияның экономикалық табысының негізі білім. Ол ең жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Финдік мектеп оқушылары экономикалық ынтымақтастық дүниежүзілік ұйымы елдеріндегі құрдастардың арасында дәстүрлі түрде жаратылыстану және математика бойынша ең жоғарғы орын алады. Либералды экономикалық теория тұрғысынан финдер барлығын қате жасады деп ойлайды. Елде жоғары салықтар сақталды. Мемлекет өндірістік және ғылыми бағдарламаларға тікелей қатысты. Меншіктің әділ үлесін сақтай отырып, әлеуметтік шығындар жоғары деңгейде қалды. Либералдық экономистердің логикасы бойынша мұның бәрі апатпен аяқталу керек еді. Бірақ бәрі керісінше болды. Финляндияның тәжірибесі тиімді инновациялық стратегияның экономикалық өсімге септігін тигізіп қана қоймай, дағдарысты сәтті еңсеруге болатындығын айқын көрсетеді. Осылайша өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы дағдарысын шарықтау шегінде финдер әлеуметтік бағдарламаларды қысқартуға және толық жекешелендіруге емес, ақпараттық технологияларды дамытуға сүйенді. Барлығы жеке кәсіпкерлік негізінде дамыған. Силикон алқабынан айырмашылығы бұл жерде сол кезеңдегі технологиялық серпілісте шешуші рөл атқарған мемлекет болды. Бүгінгі таңда Финляндия жеңіске жеткен жоғары технологиялар елі болып табылады және жаңа білімді өндіру мен пайдаланудың финдік ұлттық моделі әлемдегі ең тиімді үлгілердің бірі болып танылды. Фин табысының формуласы 3 классикалық құрамдас бөліктен тұрады. Білімнің жоғары деңгейі, ғылымға қаражатты бөлудің тиімді принципі және дамыған инновациялық инфрақұрылым. Осылайша, ғылыми ұйымдардың ұтымды құрылымдалған жүйесі, мемлекеттің белсенді көмегі, бизнес пен тиімді өзара іс-қимыл және ғылымға, инновацияға және білімге бағытталған ұзақ мерзімді инвестициялар Финляндияның экономикасы жоғары дамыған индустриялық елдердің қатарына тез енуіне мүмкіндік берді.